Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әдебиеттік оқу 3-ші сынып 41-ші сабақ. Тақырыбымыз сәулетті біздің Алматы. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Сәулетті біздің Алматы. Ойыңды сызба түрінде ұсынасың және сөзбен көркемдейсің. Бірінші тапсырма: суреттер топтамасы туралы ой бөлісіңдер. Тағы қандай суреттермен толықтырар едің? Балалар, суретте Алматының Медеу мұз айдыны, сонымен қатар кереметтей метросы, сұлу парктер бейнеленген. Алматыдағы осындай кереметтей ойын-сауық алаңдарына, парктерге, табиғаттың суреттеріне тамсануға болады. Осындай суреттермен тағы қандай өздерің суреттермен толықтырар едіңіздер балалар? Екінші тапсырма: өлеңдерді тыңда, өлең ырғақтарына зер салып, өзің де оқуға жаттық. Сәулетті біздің Алматы, қымбатты қаламыз, сымбатты қаламыз, қызыға қараңыз. Туған үй санаңыз, құлпырған бақтары, нұр тұнған ақ таңы, сәулетті біздің Алматы. Қоршаған таулары, жайқалған баулары, бұлбұлдар шырқаған, су бұрқақ-бұрқаған, алтын күн аспаны, жарқын үн жастары, сәулетті біздің Алматы. Біз әлі баламыз, өскенде қараңыз, сәнді үйлер саламыз, ертегі қаламыз. Кеңейіп көлемі, көркейе береді, сәулетті біздің Алматы. Балалар, енді екінші өлеңді оқиық. Мұз айдын. Алматы керемет қала ғой, Алатау айрықша дара ғой. Көрікті жерлер жетеді, бірінен бірі өтеді. Көңілді көтеріп Медеуге, тура жол тартады Медеуге. Онда бар мұз айдын сырғанақ, құмарың қанбайды мың қарап. Бұлдағы бір түрі жарыстың, келмейді қатардан қалысқың. Үміт боп кеудеде бас бәйгі, үнемі сен алға бастайды. Авторы Абдрахман Асылбек. Үшінші тапсырма: түсініп оқы. Өлеңдердің авторы туралы әңгімеле. Абдрахман Асылбек, балалар ақыны, аудармашы. Абдрахман Асылбек 1938 жылы Жамбыл облысы Талас ауданы Үшарал ауылында туған. Балаларға арналған ойын ойнап ән салмай жыр жинағы, тілін жұтқан тауық, жаңғақ жыры және тағы басқа ертегілері бар. Төртінші тапсырма: кестемен жұмыс. Өлең жолдары. Қоршаған таулары, жайқалған баулары, бұлбұлдар шырқаған, су бұрқақ-бұрқаған. Түсінгеніңді қара сөзбен жаз. Алматы қаласын биік таулар қоршап тұрады. Жайқалған бауларында бұлбұлдар сайрайды. Су бұрқақтары көздің жауын алады. Екінші өлең жолдары. Алматы керемет қала ғой, Алатау айрықша дара ғой. Көрікті жерлері жетеді, бірінен бірі өтеді. Көңілді көтеріп демеуге, тура жол тартады Медеуге. Онда бар мұз айдын сырғанақ, құмарың қанбайды мың қарап. Мұнда түсінгеніңді қара сөзбен жаз деген жерге Алматы мен Алатаудың кереметтей сұлу қала екені суреттелген. Медеу мұз айдынында сырғанақ теуіп, көңіліңді көтеруге болады. Бесінші тапсырма: жоба жасауға дайындал. Тақырыбы болашақтың қаласы. Ұраны: біз әлі баламыз, өскенде қараңыз, сәнді үйлер саламыз, ертегі қаламыз. Кеңейіп көлемі, көркейе береді. Жоспары: қаланың сызбасын жасауға дайындық.
екінші сызба ұсыну, үшінші сөзбен көркемдеу, төртінші жобаны қорғау. Балалар өз қиялдарыңыздан кереметтей қаланың сызбасын жасап, оны сөзбен көркемдеп және жобаны өз ойларыңдай қорғауға тырысыңдар. Алтыншы тапсырма. Өлеңдердің өзің қалаған біреуін жаттап ал. Балалар екі өлеңнің біреуін өздеріңе қайсысы ұнайды, соны жаттап алыңыздар. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.